Мәскеу Әмірені қалай таныды? Парижге шақырту неге оған ғана келді? Оның Парижде Мұстафа Шоқаймен кездескеннен кейінгі өмірі қалай болды? Бүгінгі шығарылымда осы сұрақтарға жауап іздеп көрмекпіз. Достар, сіздермен бірге тарихнама арнасы. Қазақ тілді арнаны қолдау үшін лайк пен пікір қалдырып, арнаға тіркелуіңізді сұраймын. Әміре Қашаубаев өзінің керемет даусымен халық арасында әнші бала ретінде танылады. Кейін Қоянды жәрмеңкесінде Мәди Бапиұлы, Ғаббас Айтбай, Қали Байжанов және Жаяу Мұсаны көріп, олардан ән үйренеді. Өзінің де әншілігі қалыптасып, айналасына аты жайыла бастайды. Ахмет Жұбановтың қалдырған естелігі бойынша Әміренің аты Мәскеуге Семейде әнші Майрамен кездесіп, бірге ән салғанынан бастап жеткен. Екеуінің Сырнаймен бірігіп айтқан әнін Мәскеу естіген деседі. Содан 1925 жылы Семейдің халық ағарту бөліміне қазақ әншісі Әміре Қашаубаев Парижде болатын жержүзілік көрмеде этнографиялық концертте қатысуға келісім бере ме екен? Соның хабарын білдіруіңізді сұраймын. Жол қаражаты, гонорары төленеді. Мерзімі июнь-июль айлары. Халық ағарту комиссары Луначарский деген телеграмма келеді. Бұл күтпеген оқиғаға халық ағарту бөлімі де, Әміре де сенер-сенбестерін білмей, бірден жауап бере қоймайды. Кейін Мәскеуден Семей қаласы Шығыс көшесі нөмірі 78-ші кварталында тұратын қазақ әншісі Әміре Қашаубаев туралы менің берген телеграммама жауапты тездетулеріңізді сұраймын. Парижде болатын біздің концерт мәселесінің мемлекеттік маңызы бар деген телеграмма келеді. Сонда ғана мәселенің байыбына барған бұлар 1925 жылдың 27 мамырында Әмірені Мәскеуге аттандырады. Жарқын Шәкәрімнің жазуынша Мәскеуде 2 концертке қатысып, тағы бір іріктеуден өткен кеңес әртістері Парижге 1925 жылдың 9 шілдесінде жетеді. Бұл сапары туралы Әміре, Парижде кезек өзіме келгенше домбырамды даусыма дәлдеп, зар күйіне келтіріп алдым. Бір уақытта концерт басқарушы жігіт сахнаға шығып, қазақ әншісі Әміре Қашаубаев қазақтың ұлттық құралы домбыраға қосып, қанапия дейтін халық әнін орындайды деді. Менміз баққаным жоқ, кердендеп басып сахнаға шықтым да, отыра қалып мұнан бұрын Мәскеу халқын таңқалдырған қанапияға бастым. Қайта-қайта биске шақырған соң ағаш аяқты тағы бірнеше ән айттым. Концерт біткен соң сахнаға француз халқының жазушылары Рамен Роллан, Анри Барбюс келді. Таныстық, олар мені құттықтады. Сонымен біз концертте 10 шақты концерт бердік. Мен 2-ші орынға ие болдым, күміс медаль алдым деп әңгімелейді. Қазақ әніне Еуропа халқының таңырқамағаны қалмаған. Рамен Роллан Әмірені тыңдап, мен шығыста әншіні бұлбұл құсқа неге теңейтінін енді түсіндім десе, француз жазушысы Анри Барбюс, мен Әміредей әншіні сирек кездестірдім деп таңдай қағытты. Осындай ерекше дауыс Париж аспанында әуелегенде ол туралы жазбаған француз газеті қалмады. Ең өкініштісі, сөйткен ерекше талант иесінің өмірінің соңы сахнаға шыға алмай, еркін тыныстап, ән сала алмай құсамен өткені. Кеңес кезінде Париж қаласында Әміренің Мұстафа Шоқаймен кездескендігі мүлде айтылмай, бұл мәселе қатаң құпия ұсталған. Тіпті әншінің өзіне де ол туралы тіс жармауға ерекше ескертілген. Әнші Парижге барып келгеннен кейін 3 әріп қызметкерлерінің бақылауында болады. Әміре мұрасын зерттеуші ғалым Жарқын Шәкәрім былай дейді. Тіпті Мәскеу, Петербург, Варшава, Берлин тәрізді Еуропа қалаларының архивтерін ақтарып, Әміре жайлы дерек іздеген менің өзімде оның қауіпсіздік қызметінің тізімінде болғанын естімеппін. Неге десеңіз, ол тізімге іліккен адамды жасырын андиды, жасырын өш алады, жасырын жазалайды екен деп жазады. Расымен Әміре де жасырын жазаланды. 1974 жылы белгілі актер Серке Қожамқұлов Жарқын Шәкәрімге осы жағдай туралы құпиялап айтып берген екен. Бүкіл халық қошеметіне бөленіп, атағы жер жүзіне кеткен Әміре Парижден аса көңілді де, шатты оралды. Арада 1-2 ай өтпей жатып бір күні бет әлпеті көгерген, көзі сіңген күйі жұмысқа келді. Не болғанын сұрадық. Ол сұрамаңдар, мен айтпаймын деді. Оның осы көрінісі арасына айлар салып қайталанып жүрді. Ұмытпасам 1931 жылдың көктемі. Бір ойын-сауықтан соң Иса, Әміре үшеуміз айлы түннің аспанында үйімізге бірге тарастық. Сонда Әміре, мына пәлелердің менде не ақысы бар екенін білмеймін, түн жамылғысында қара киінген екеу үйден әкетіп, таң сәріге дейін қоя береді.
Сондағы сұрайтыны, Мұстафа не деді дейді. Айтқан әнімді тыңдап, көзіне жас алып, елге деген сағыныш білдіргеннен басқа естіген ештеңем жоқ десем сенбейді. Сенген былай тұрсын, екіншісі қол жұмсап көгала қойдай етеді деп көзіне жас алып, қиналып жүргенін жайып салды. Бәрінен сорақсы, осынымызды бір адамға айтушы болсаң, отбасына зиян тиеді деп әбден қорқытатынын айтып еңкілдегені естен кетер ме? Қайран Әміренің сол сөзі әлі құлағымда. Оның Мұстафа Шоқаймен кездескенінің өзі оны қудалауға жетіп жатыр еді. Олар Мұстафа Әміре арқылы елдегі ұлтшыл ұйымдармен байланыс жасап тұрды деген айып тағады. 1927 жылдың 6 маусымында Әміре Қашаубаев тергеушілер алдында берген жауабы сақталған екен. Онда 1925 жылы маусым немесе шілде айының бірінде мен барлық ұлттық республикалардан жиналған 14 актермен бірге Парижге бардым. Барған бойда Дария қонақ үйіне орналастым. Екінші күні қонақ үйге Мұстафа Шоқай келіп, менімен әңгімелесті. Ол Қазақстанда болып жатқан жағдайларды сұрады. Арасында үкімет басында кімдер тұр? Қазақтар бар ма деген сауалдарды қойды. Мен бар деп жауап бердім. Бірақ олардың кімдер екенін айтқаным жоқ, ол да менен сұраған жоқ. Сосын ол менің білімімді сұрады. Мен оған ешқандай білімім жоқ деп жауап бердім. Әңгіме үстінде ол Ахмет Байтұрсынов пен Міржақып Дулатовтың хал жағдайларын және немен айналысып жүргендерін сұрады. Мен, Ахмет Байтұрсынов Қызылордада мұғалім, ал Міржақып Дулатов әдебиетпен айналысып жүр дедім. Кетерінде ол Ахмет Байтұрсынов пен Міржақып Дулатовқа сәлем айта бар деп өтініш білдірді. Сөйтіп өз қолымен менің қойын кітапшама олардың аты жөндерін қазақшалап жазып берді. Парижден Қызылордаға келген соң мен Дулатов пен Байтұрсыновқа бірнеше рет жолықтым. Оларға Мұстафа Шоқаевтың жолдаған сәлемін жеткіздім. Екеуі де оның шетелдегі хал жағдайын, өмір сүруге қаражатты қайдан алып жатқанын сұрады. Мен Мұстафа Шоқаевтың Париждегі француз және орыс баспаларында қызмет атқарып жүргенін айттым. Бірақ оларға Мұстафаның хатын көрсеткен жоқпын, ұмытып кетіппін. Кейіннен кітапша із-түссіз жоғалып кетті, іздеп таба алмадым делінген. Бар берген жауабы осы. Соңында бұл туралы ешкімге айтпайтын болып, ант-су ішіп шығады. Оның ажалы қауіпсіздік қызметкерлерінен келді ме, жоқ басқа бір себеп бар ма, оны ешкім білмейді. Білетініміз, Еуропаны аузына қаратқан ән дүлдүлінің сүйегі біз күнде басып жүрген Алматы көшелерінің бірінен табылған. Достар, видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды және қазақ тілді арнаны қолдау үшін арнаға тіркелуіңізді сұраймын. Келесі шығарылымдарда кездескенше.